Саламатсыздар ма шебер ханымдар, калдарыңыз калай? Бүгүнкү сабакта биз кыркүйек айына дайындалатын боламыз. Ол дегенimiz кыздарыбызга өз колубуз менен ак бантик тигип беребиз. Неге осундай фатин матасын алдым. Узундугу 1,50 м, ени 16 сантиметр. Дәл ортасынан бүгүп осулайынан инемизди түйрөп чыгабыз. Фатин матасынан бизге 2 дана кажет болот. Размерлери бирдей, 1,50 м 16 сантиметр. Ортасынан осулай барлыгын инемен түйрөп болгасын биз сборкага киришетін боламыз. Бул жерде мен ине жибимди алып, осулай меки сборка жасап жатырмын. Неге бізде сборкамыз шықты. Енді жібімізді үзіп тастамай, роза секілді қылып, айналдырып тігіп аламыз.
Ең соңғы шетіне келген кезде біз ішке қарай бір бүктеп, содан кейін барып тігіп тастаймыз. Міне достар, біздің бірінші бөлігіміз дайын болды. Роза сияқты болып шықты осылай. Енді екінші бөлігіне кірісетін боламыз. Екінші бөлігінде дәл солай тең ортасына бүктеп, инемен түйреп шығамыз. Міне бізде екінші бөлік дайын болды. Екінші бөлігін біз роза секілді қылып жинамаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай оны фетрдің үстіне ыстық клейдің арқасымен бекітетін боламыз. Мінекей дәл осылай шығады. Енді біз осы бантигімізді фетрге бекітеміз. Ол үшін бізге фетр, резинка, лента қажет болады. Фетрімізді осылай кішкене қиып аламыз. Қатты қиып жібермеңіздер. Фетрімізді қиып алғасын лентамызды өткіземіз. Өткізіп болғасын осылай ыстық клейдің көмегімен резинкамызды бекітеміз. Кішкене ұстап тұрасыздар, клейіміз тез кебеді, сол кебем дегенше ұстайсыздар. Одан кейін лентамыздың екінші жағын осылай өткізіп аламыз. Енді ыстық клейдің көмегімен де лентамызды да клейлеп аламыз. Бір жағын жағып клейледік, енді екінші жағын клейлеп шығамыз. Одан кейін лентамыздың артық жерін қиып алып тастаймыз. Міне біздің астындағы основамыз дайын болды. Енді осы основамызға бантигімізді клейлеп шығатын боламыз. Ыстық клейімізді аз-аздан жағып, жай-жайдан бантигімізді клейлеп шығамыз. Біздің бантигіміз 2 слойдан тұрады, сондықтан да қарап отырыңыздар, 2,5 немесе 3 слой болып кетпесін. Енді біздің клейіміз ыстық болғандықтан, фатиніміз тез болғандықтан, біз қолымызбен ұстамаймыз, қолымыз күйіп қалады. Сондықтан осындай карандаш болсын, ручка болсын, аст жағымен осылай кепкенше кішкене басып ұстап отырамыз.
бантигімізді бастаған жерге біз мінекей осы соңғы жерін әкеліп жабыстыратын боламыз. Сол кезде бізде 2 слой шығады. Міне біздің бірінші слойымыз дайын болды. Енді үстіңгі бетін клейлейтін боламыз. Ол үшін біз карандашымыздың ортасынан салып, түбін шығарып аламыз, ast жағын. Мінекей осылай шығарып аламыз. Содан ыстық клейімізді құйып, дәл осылай бекітетін боламыз. Неке біздің бантигіміз дайын болды. Қыздарыңызға істеп берсеңіздер болады. Және де менің YouTube каналыма әр сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жаңа видео шығып тұрады. Жіберіп алмас үшін колокольчик батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Видеоны әрине лайк басып, комментарий қалдыруға да ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламат болыңыздар.